Ассалаумағалейкум қазақ елі. Егер сіз қазақстандық компанияның акциясын қазақстандық биржада сатып алған болсаңыз және оған 2023 жылы сатпасаңыз және ешқандай дивиденд төленбеген болса, декларация тапсырудың қажеттілігі жоқ. Бұл видеода салық туралы айтылатындықтан мен бірден сіздерге салық кеңесшісі емес екендігін айтқым келеді. Бірақ мен салық кеңесшісімен кеңесіп, салық кодексімен бірге салыстырып көрдім. Бұл видеода тек жеке инвесторларға арналған 240.00 формадағы декларация туралы қозғаймын. Егер 250.00 декларациясын алдыңғы жылдары тапсырған болсаңыз, онда сіз соның жыл сайын толықтырылып қайталанатын түрі 270.00 декларациясын тапсырасыз. Бұл видео онда сізге қатысы жоқ. Бүгінгі видеода тек 240.00 декларация туралы болады. Айтпақшы, 270.00 тапсыратын азаматтар 240.00 тапсырудың қажеттілігі жоқ. Декларацияны кім тапсыру керек? Егер сіз Қазақстан Республикасының резиденті болсаңыз, яғни азаматы болсаңыз, 2023 жылы кассе AX биржаларында құнды қағаздармен сауда жасасаңыз, 2023 жылы шетелдік биржаларында құнды қағаздармен сауда жасасаңыз, онда сіз өткен жыл үшін қазір 31 наурызға дейін салық декларациясын тапсыруыңыз керек және 10 сәуірге дейін жеке табыс салығын төлеуіңіз керек. Бұл жерде жеке табыс салығы деп айтқан кезде бүгінгі қозғалатын инвестициядан түскен табысқа салық төлеу туралы айтып тұрмыз. Ал қор нарығында бізде 3 жағдайда табыс бар. Облигациядан купон түскен кезде, акциялардан дивидендтер түскен кезде және құн өсімінен түскен кіріс. Енді толығырақ тоқтап түсініп көрейік. Менің есімім Олжас. Мен апта сайын осы арнада инвестиция әлеміне қатысты ақпараттармен бөлісіп отырамын. Түсінікті болу үшін мына кестеге қарасаңыз болады. Біз декларацияны өткен жылы шетелдік биржалардан дивиденд алсаңыз, шетелдік биржаларда сатылым жасап үстінен пайда көрсеңіз, қазақстандық биржаларда сатылым жасап үстінен пайда көрсеңіз, және қазақстандық биржаларда шетелдік компаниялардан дивиденд алсаңыз, және жыл соңында 31 желтоқсанда портфельде шетелдік құнды қағаздар бар болса, декларация міндетті түрде тапсыруымыз керек. Ал егер олар жоқ болса, бірақ өткен жылы қазақстандық биржаларында құнды қағаздар сатып алып, бірақ ол жыл бойы пайдамен сатпаған болсаңыз, және қазақстандық компаниялардан дивиденд алсаңыз, декларацияны тапсырудың қажеттілігі жоқ. Сонымен, қай кезде салық төлейміз? Өткен жылы шетелдік биржалардан алған дивидендтеріңіз үшін 10% төлейсіз. Қазақстан биржаларында шетелдік компаниялардан алған дивидендтеріңіз үшін төлейсіз. Және шетелдік биржаларда сатылым жасап үстінен пайда көрсеңіз, сол үшін 10% салық төлейсіз. Бірақ та сізде 1042S формасы бар болса, салықтан босатыласыз дивидендтер үшін. Ол туралы біраздан кейін түсіндіріп беремін. Салық төлемейтін жағдай, онда қазақстандық биржаларда сатылым жасап үстінен пайда көрсеңіз, және қазақстандық компаниялардан дивиденд алсаңыз. Қазақстан өз азаматтарын қор нарығына тарту үшін кассе және AX нарықтарында жасалған сауда бойынша барлық салықтарды нөлге дейін түсірген. Яғни, егер сіз қазақстандық компаниялардың бағалы қағаздарын қазақстандық биржалардан сатып алсаңыз, онда мұндай қағаздардың түскен табыс салықтан босатыласыз. Бірақ Қазақстан Республикасының үкіметінің 2022 жылғы 17 қарашадағы 911 қаулысына байланысты бір ай ішінде кем дегенде 50 мәміле жасалған болса және мәмілелердің көлемі 25 миллионнан аз болса, салық төлеу керек делінген. Бұл қаулы 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енді. Яғни ликвидность төмен акциялардан дивиденд алсаңыз, олардың сомасына 10% салық төлеу керек. Сонымен қатар, бүгінгі талқыланып отырған 240.00 декларациясы бойынша айта кетерлік келесі жағдайлар бар. Кассе және AX-те кейбір американдық, британдық және ресейлік акциялар бар. Мұндай қағаздар құнның өсуінен түсетін табысқа да салық салынбайды. Бірақ осы елдердің заңына сәйкес дивидендтер салық салады. Мысалы, бұл салатын салықтың мөлшері ақш үшін 30%. Сонымен қатар американдық компаниялардың акцияларын халықаралық нарықтан сатып алғанда, олардан ұсталатын салық мөлшерін азайту үшін брокерлік шотты тіркеген брокер арқылы W8BN формасына қол қоясыз. Ол құжат бізге ақштағы дивидендтің 30% ұстап қалудың орнына 10% ғана ұстайды. Осы салықтың сізден ұсталған растайтын 1042S формасы деген құжат бар. Егер брокер осы форманы бере алса, онда сізге бұл құжат Қазақстанда сол дивидендтерден салық төлемеуге құқық береді. Декларацияны толтырмай тұрып бірінші өзіңіз Excel көмегімен
3 кесте дайындап алыңыз. Мысалы, бірінші кесте сатып алу, сату күнделігі. Бұл кестелерді кей адамдар үнемі толтырып отырады. Яғни сатып алған кезде және сатқан кездерінде немесе дивиденд немесе купон алған кезде үнемі кестені толтырып отырады. Бұл негізінде өте жақсы әдет. Міндетті түрде мен көрсеткен кесте түрінде емес, сіздер көбірек ақпаратты қосып жасағаныңыз дұрыс. Мен тек ақпарат экранда үлкенірек көріну үшін ғана маңызды ғана ақпараттарды көрсеттім. Мысал ретінде американдық NASDAQ биржасында Meta компаниясының 2022 жылы 3 акциясын $492 сатып алған болсақ, 2023 жылы барлық 3 акцияны $663 саттық делік. Өсуден тапқан пайда $171. Бұл пайданы теңгеге аударамыз. Ол үшін сатылған күнгі ұлттық банктың баға курсына көбейтеміз. Сонымен 76.938 теңге пайда тапқан боламыз. Бұл тапқан кірістің 10%-ы 7694 теңге салық төлеу керек. Ол туралы кеңірек түсіндіремін. Қазақстандық Кассек Глобал биржасында Verizon компаниясының 10 акциясын сатып алып, 5 санасын сатып, $31 кіріс түссе, сол сатылған күндегі ұлттық банктың сайтында көрсетілген курс бойынша 14957 теңгеге болады. Кассек Глобалын сатып алғандықтан бұл кіріс үшін салық төлемейміз. Үшінші құнды қағаз ретінде Халық банктың акцияларын мысалға алсақ, 150 теңгеден 70 акциясын 1500 теңге сатып алып, жыл соңына дейін барлығын 11550 теңгеге сатып, 1050 теңге өсім арқасында кіріс көрдік делік. Бұл жағдайда да кіріс үшін салық төлеуден босатылғанбыз. Екінші кесте дивидендтер кестесі, дивидендтер есебі. Бұл кестеде есеп өткізілетін жылдың ішінде, мысалы біз үшін 2023 жыл ішінде келіп түскен барлық дивидендтерін толтырып отырамыз. Видеода анық көру үшін тек қана керек ақпараттарды көрсеттім. Кестеде көріп тұрғаныңыздай, шетелдік биржалардан алған құнды қағаздардың дивидендтері түскен күндегі курстың қолдана отырып теңгелік баламасын шығарамыз. Сол соманың 10%-ын салық түрінде төлейміз. Тағы да есіңізге саламын, егер салықтың сізден ұсталған растайтын 1042S формасы деген құжат бар болса, егер оны брокер сізге бере алатын болса, онда бұл құжат Қазақстанда сол дивидендтердің салық төлемеуге құқық береді. Ал W8BN формасын брокер арқылы толтырған болсаңыз, сізге ақш-тағы дивидендтің 30%-ын ұстап қалудың орнына 15%-ын ғана ұстайды. Үшінші кесте өткен жылдың соңында, яғни 31 желтоқсанда брокерлік шоттардың барлығында шетелдік құнды қағаздардың қалып қойған тізімі, сатылмай қалып қойған құнды қағаздардың тізімі. Бұл тізімде міндетті түрде қағаздардың халықаралық ISIN коды керек, орналасқан жері керек болады. Тізімге 31 желтоқсанда сатылмаған портфеліңізде тұрған барлық шетелдік қағаздарды көрсету керек. Мысал ретінде, жыл соңында брокерлік шоттарымызда ақш-та орналасқан Vanguard S&P 500 ETF, Alphabet, яғни Google, PayPal, Германияда орналасқан Lufthansa, Францияда орналасқан Louis Vuitton компаниясының акциялары бар деп кестелерге дайындап аламыз. Егер кестелеріңіздің барлығы дайын болса, есептеріңіз дайын болса, декларация келесі жолдармен тапсыруға болады. Салық органына барып, қағазбен толтырып, хабарламасы бар, тапсырыс хатпен пошта арқылы. Электрондық түрде Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында және салық азамат мобильді қосымшасының көмегімен. Барлығында да бір формат толтырылады, тек жөнелту жолдары керек. Декларацияны қағазға толтырып өткіземін десеңіз, бірінші форманы шығарып аласыз қағазға, қара және көк сиямен, қаламмен, шарикті қаламменен баспа түрдегі бас әріптермен толтырылады. Толтыру ережелері барлығында бірдей. Мен өзім электрондық түрде Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында толтырғанды дұрыс деп ойлаймын. Себебі тек сол жерде ғана, сол порталда ғана қате кеткен декларацияны қайтарып алуға, қайта өңдеуге, өзгертулер енгізуге мүмкіндігі бар. Компьютер немесе ноутбук арқылы cabinet.sалық.kz деген салық төлеушінің сайтына кіріп, электрондық цифрлық қолданба арқылы жеке кабинетке кіреміз. Кірмес бұрын компьютерде энслайердің орнатылғанын және оның ішінде модуль КПН қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. ETSP арқылы кіргеннен кейін күйге келтірулер бөлімінде нысандар тізімін күйге келтіру батырмасын басамыз.
Ашылған бетте 2023 жылғы, оның ішінде 240.00 декларациясы деген жазудың оң жақ тұсындағы ұяшыққа белгі қоямыз. Содан кейін суреттегідей салық есептілік нысандары бөлімінде салық төлеушінің кабинетінің батырмасын басып, ашылған бетте 240.00 декларациясын таңдаймыз. Декларация толтыру парақшасына сіз туралы бастапқы ақпараттар автоматты түрде енгізіліп тұрады. А және Б бөлімдерінде есеп беретін кезең, яғни өткен жыл 2023 жыл көрсетіліп тұрады. Айды таңдаудың қажет емес, себебі біз бір жылға есеп беріп отырмыз. Төртінші жолақта декларация түрін таңдаймыз. Бірінші тапсырып отырсаңыз бастапқы түрін таңдайсыз, ал бұрын тапсырған болсаңыз кезектер декларациясын таңдаймыз. Бесінші жолақта қозғамаймыз. Алтыншы жолақта А ұяшығын таңдаймыз, себебі құнды қағаздарды сатудан тапқан табыс мүліктік табысқа жатады. Және Д ұяшығын таңдаймыз, егер жыл соңында сатылмаған шетелдік құнды қағаздарыңыз бар болса. Жетінші тармақта резиденттік белгісін таңдаймыз. Сегізінші жолақта азаматты таңдау үшін үш нүктені басып, ашылған терезеде кезет деп жазып, Қазақстанды таңдаймыз. 9 және 10 жолақтар бізге толтырудың қажеті емес. 11 жолақта екінші қосымшаны таңдаймыз. Сонымен бірінші бетті толтырып біттік. Содан кейін 240.02 қосымшасының бірінші бетін ашамыз. Бұл бетте шетелден түскен кірістер тіркейміз. Б бағанына құнды қағаздар орналасқан мемлекеттердің кодын енгіземіз. Ол үшін үш нүктені басып, кодты енгіземіз. Мысалға, ақш-та таңдау үшін USA деп теріп, мемлекеттің атын басып, таңдау батырмасын басамыз. Келесі С деген бағанға орналасқан үш нүктені басу арқылы сату кезіндегі тапқан кірісті көрсету үшін 2060 кодын таңдаймыз. Д бағанына валютаның кодын енгіземіз. Біз мысалда доллар болғандықтан USD деп ақш долларын таңдаймыз. Ал Е бағанасына шетелдік акцияларды сатқан кездегі кірістің сомасы көрсетуіміз керек. Мысалы ретінде біз бағана Мета компаниясының қосындысы, Мета компаниясынан тапқан пайда $171 немесе оның теңгедегі баламасы 76.939 теңге болған. Осы шыққан жалпы соманың бір ұяшыққа валюта күйінде, ал келесі F бағанында ұяшыққа теңгедегі баламасын жазамыз. Бұл жерге барлық пайда көрген шетелдік акциялардың кірісінің жалпы сомасы жазылады. 003 деген тармаққа кіріс коды 2100 деген кодты таңдаймыз. Және бағана мысалға келтірген кестеде 4 шетелдік компания бар еді. Оның екеуі касса биржасында, екеуі шетелдік биржада сатылған. Шетелдік биржада сатып алған компаниядан бір жылдың ішінде $4 немесе 1726 теңге түсіпті. Осы ақпаратты 003 тармаққа енгіземіз. Басқа мемлекеттерден, мысалға Еуропа немесе Ресейден дивидендтерден түскен болса, келесі жолға тура осылай толтырасыздар. Енді осы екінші қосымшаның екінші бетіне өтеміз. Бұл жерде салықтан босатылған акциялардан түскен кірісті көрсетеміз. Алдыңғы бетте көрсетілген жолақтарға сәйкес көрсетуіміз керек. Бұл жерде тек дивидендтен түскен кірістің салық ұсталғанын көрсете аламыз. Яғни 1726 теңгенің 10%, 173 теңге 003-ші жолаққа жазамыз. Яғни бұл кірістен салық ұсталған деп хабар береміз. Сонымен бұл қосымша осымен бітеді. Енді 240.00 формасының бірінші бетіне қайта ораламыз. Оның төменгі жағында орналасқан мүліктік және басқа кірістер деген бөлімге өтеміз. Ол жерде 240.0001 А деген тармақтың оң жағында көп нүктені басамыз. Одан қосуды басамыз. Екінші кезекте норма НК деген жерден 331.2.8 кодын тауып таңдаймыз. Үшінші жерден сумма деген жерге қазақстандық компаниялардан сату кезінде көрген пайданы көрсетеміз. Біз мысалымызда Қазақстан Халық банкінің акциясын сатып 1050 теңге пайда көрдік деп алған болатынбыз. Сол кірістің сомасын енгізіп, сақтауды басамыз. Тура осылай Б тармағына 332.2.2 кодын енгізіп, шетелдік акцияларды сатқаннан тапқан пайданың сомасын көрсетеміз. Содан кейін 240.00-дің екінші бетінде Д тармағында шетелдік компаниялардан түскен дивидендтердің сомасын жазамыз. Ары қарай 240.00.005 бөлімінде бірінші тармақта көп нүктені басып 341.1.16 нормасын таңдап, Қазақстан компанияларының акциясын сатқаннан тапқан табыстың сомасын енгіземіз. Одан кейін 240.00.00 тармағында
шетелдік компаниялардан түскен дивидендтердің салық ұсталғанын көрсету үшін дивиденд сомасының 10%-ын көрсетеміз. Осы ақпараттарды енгізіп болғаннан кейін салық салынатын табыс сомасы автоматты түрде өзгереді. 240.00.008 тармағында салық салынатын табыс сомасының, яғни 78.665 теңгенің 10%, 7.867 теңгені енгіземіз. Осыдан кейін автоматты түрде барлық енгізілген есептеулер бойынша төленетін салықтың соңғы сомасы есептеліп шығады. Біздің мысалда 7.694 теңге. 240.00.013 тармағында сіздің тіркелген мекен жай бойынша салық органының БСН, яғни БИН тауып енгізуіміз керек. Кодтарды төменге көрсетілген егов сайтынан таба аласыз. Болмаса, сілтеме видео астында описание жазылатын жерде қалдырамын. Мысал ретінде Алматы қаласы Бостандық ауданының мемлекеттік кірістер органының коды 600401. Және автоматты түрде БИН өзі жазылады. Енді 240.00 формасының 3-ші бетіне өтеміз. Ол жерде барлық брокерлік шоттарда 31 желтоқсанда, яғни жылдың соңында сатылмай қалған шетелдік құндық қағаздардың тізімін жазамыз. Видео басында көрсеткен 3-ші кестеге сәйкес құндық қағаздарды жазамыз. Мүліктің түрі деген жерге құндық қағаздар жазсақ болады. Сосын сол құндық қағазда орналасқан мемлекеттің кодын сәйкесінше көрсетеміз. Сәйкестендіру номері деген аталатын бағанға ISIN коды, яғни бағалы қағаздардың шығарылымын анықтайтын халықаралық кодын енгіземіз. Оны табу үшін Google сайтындағы компанияның тикерін енгізіп, жанына ISIN деп жазсақ, бір сәтте тауып береді. Осылайша барлық жыл соңында сатылмай қалған құндық қағаздардың тізімін жазып шығамыз. Бұл акциялардан дивиденд түспесе де, басқа да қозғалыс болмаса да жазып шығасыз. Ақпараттың барлығын енгізіп болған соң 240.00 формасының 4-ші бетіне өтеміз. Ол жерде бағана көрсеткен мемлекеттік кірістер органының кодын өзіміз тіркелген салық органын белгілейміз. Содан кейін жоғарыда көрсетілген толтыруларды тексеру басылмасын басып, форманың дұрыс толтырылғанына көз жеткіземіз. Қате жоқ болса, істі кабинетінде сақтау және одан кейін МКО жіберу батырмаларын басамыз. Сонымен декларация толтырылып, салық органдарына жібердік. Тағы да естеріңізге сала кетейін, декларацияны 31 наурызға дейін тапсыру қажет. Және 10 сәуірге дейін салық төлеу керек. Салықты өзіңіз қолданатын банктың қосымшасы көмегімен төлеуге болады. Мысалы, Каспий қосымшасы арқылы госуслуги бөліміне өтесіз. Ашылған бетте төменгі жағында налоги деген батырманы басасыз. Сол жерден налоги свизлист дегенді таңдаймыз да, шыққан бөлімде 10.12.02 деген кодты таңдау керек. Содан кейін өзіңіз тіркелген салық басқармасын таңдап, аты жөніңізді, ЖСН-ді, яғни ИИН-ді және есептелген салықты көрсетеміз. Сөйтіп төлем жасаймыз. Болмаса, салық төлемшісінің кабинетінде де төлем жасауға болады. Ол үшін төлемдер бөлігіне өтіп, экранда көрсетілгендей етіп, толтырып, төленетін салықтың сомасын көрсетіп, төлемді ары қарай карта арқылы жалғастырасыз. Видео ұнаса лайк басып, подписка жасап, қоңырауды басуды сұраймын. Себебі солай қазақша контенттің көбеюіне және өз отандастарымызға финансылық сауаттылықты дәріптеуге мүмкіндік пайда болады.